Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дикцияны жақсарту үшін кімдерден курс алу керек, кімдердің курсына жазылу керек, сол жайлы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, қазіргі таңда журналистер арасында болсын, түрлі инстаблогерлер арасында курс сататын адамдар өте көп. Бірақ соның ішінде кімдердің біз курсын алуымыз керек, кімге біз алданып қалмаймыз, жалпы жақсы нәтиже көрсете аламыз дейтін болсаңыздар, бүгінгі видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Жалпы негізі дикцияны жақсарту үшін сіздерге кәсіби маманнан сабақ алған, кәсіби маманның курсын алған дұрыс болады. Өйткені ол кісіде бірнеше жылдық тәжірибе бар. Сол себепті де ол сіздерге өзінің білімімен, өзінің тәжірибесімен бөліседі, сіздерді тезірек нәтижеге жеткізетін болады. Ал осы кезекте мен сіздерге айта кетейін, мендегі ең алғашқы ұстаз деп санайтын кісі бар. Ол кісі НС радиосының радио жүргізушісі Әсет Рахманбердиев. Мен сол кісінің ең алғаш рет 17 жасымда курсын оқыған болатынмын. Содан кейін ғана менің осы дикциям жақсара бастады, өзіме деген сенімділігім артып, осылай мен ютубқа видео түсірсем деген ой пайда болған еді. Ал негізі оған дейін мен өте тұйық болдым. Мектеп кезінде де менің дикциямен жұмыс жасайтын, маған ақыл кеңесін айтатын ұстаздар болған жоқ. Әрине енді ол кісілер тек қана мектеп программасымен ғана жұмыс жасады, ал менің дикцияммен, өзіме сенімділігіммен, тағы басқа дүниелермен ешкімде жұмыс жасамаған болады. Бірақ алғаш рет осы Әсет Рахманбердиев ағайымның арқасында мен өте керемет жақсы дикцияға ие болдым, және де өзіме деген сенімділігім артты. Жалпы сіздерге де достар Әсет Рахманбердиевтің курсына қатысуға кеңес беремін. Ол кісі радио дикшн дейтін курс өткізетін, ол офлайн форматта болды. Мен қатысқан кезде, ал кейіннен онлайн форматы да шыққан болатын. Егер де сіздерде Алматы қаласына баруға мүмкіндік болмаса, онда онлайн форматта сол кісінің курсын алсаңыздар болады. Ол кісінің де өте тәжірибесі мол, білікті маман. Жалпы дикциямен қайтадан жұмыс жасауға үгіттеген Майра Төлепберген ханым. Ол кісі де Орда FM яғни радиосының жүргізушісі, неше жылдық тәжірибесі бар, өзінің кәсіби білімі бар, және де қазіргі таңда онлайн, офлайн форматта кішкентай балаларға болсын, үлкен кісілерге болсын, көптеген адамдарға өзінің дауысын ашуға жалпы көмектесіп жүрген жан болып табылады. Егер де сіздерде мүмкіндік болса, сол кісінің курсын оқуға кеңес беремін. Өйткені сіздер міндетті түрде нәтижеге қол жеткізе аласыздар. Егер де сол кісінің айтқан тапсырмалардың барлығын орындап, сол кісінің айтқандарын барлығын жасап, өздеріңізді көрсететін болсаңыздар, онда сіздер міндетті түрде өздеріңіздің дикцияларыңызды дамытасыздар. Осы ретте достар, сіздер айтуларыңыз мүмкін, мен журналист емеспін ғой, мен не үшін дикциямды дамытам деп. Бірақтан да сіз қандай салада болмасын да, сіздің дикцияңыз маңызды рөл атқарады. Яғни сіз мысалға біреумен сөйлескен кезде сіздің дауысыңызға бірінші кезекте ол адам қатты мән беретін болады. Егер де сіздің дауысыңыз жақсы болса, сіз кез келген жұмысты да алып кете аласыз. Сол үшін достар, ең алдымен сіздерге дауыспен жұмыс жасау керек, және де жақсы дикция үшін біраз еңбектену қажет болады. Және де достар, тағы да үшінші кезекте менде бұл тележурналист десек те болады қазіргі таңда, бірақ радиода да жұмыс жасайды. Ол Әйкерім Есенәлі. Яғни бұл кісінің маған бағдарлама жүргізгендегі дауысы және де радиодағы дауысы ерекше ұнайды. Өйткені ол кісінің естіген сайын сіздер де тыңдап көріңіздер, ол кісіні Лав радиода жұмыс жасайды, яғни радиодағы өзінің бағдарламаларын тыңдап көретін болсаңыз, ол кісінің ерекше бір нәзік үнін, ерекше жағымды дауысын ести аласыз. Және де өмір көркем бағдарламасын қазіргі таңда тікелей эфирде жүргізеді. Сол бағдарламаны да қарап көрсеңіз болады. Ол кісінің де енді сөзің өтімді болсын дейтін курсы бар, бірақ енді мен ол курсты
әлі өткен жоқпын, бірақ болашақта енді қайтадан сол кісіден де курс алып көрсем деген ойдамын. Жалпы ол кісінің курсы өте жақсы деп барлығы айтып жатыр. Және де ең бастысы, ол Әйкерімнің де өте көп тәжірибесі бар, телевизия саласында қанша жылдан бері жүргендіктен, сол үшін де солардың сабақтарын сіздерге алуға достар кеңес беремін. Одан бөлек мысалы блогерлердің арасында да қазір оратор, тағы басқа нәрсе, сізді 5 күнде, 3 күнде немесе бір аптаның ішінде оратор етіп шығарамыз дейтін жарнамалар өте көп. Бірақ олар достар, сіздер ондай нәрселерге сенбеңіздер. Өйткені сіздер ол бір айдың ішінде немесе бір аптаның ішінде толығымен оратор болып кетпейсіздер. Оратор болып кету үшін біраз сізге еңбектену қажет болады. Достар, егер де сіздерде курсқа қатысуға мүмкіншілік болмай жатса, дикцияға арналған жаттығулардың тізімі бар, менде кітапша бар, сол кітапшаны сатып алсаңыздар болады. Ал ол кітапшаны сіздер сатып алу үшін менің инстаграм парақшама жазыңыздар, сол арқылы менен кітапшаны сатып ала аласыздар, және де өздеріңіздің дикцияларыңызды дамытасыздар. Ал осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.